Баршаңызға сәлем. Көк пиязбен керемет қатпарлы әрі тойымды бір керемет дәмді қат батыр дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің каналымды қолдап, подписация жасамаған болсаңыздар тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ыдысымызға бір жұмыртқаны саламыз, сосын бір шай қасықтай тұз қосамыз. 250 мг су қостым. Егер көбірек жасайтын болсаңыздар, осыны 2-3 есеге көбейтіп жасайсыздар. Бірақтан осы рецептпен 4 штук қат батыр шығады. Енді ұнды аздап салып отырып, орташа қатылықта қамыр илеп аламыз. Бұл батыр өте дәмді әрі тойымды болып келеді. Сол үшін осы ораза айында ауыз ашарға сәресіне міндетті түрде отбасыларыңызға дайындап беріңіздер. Өте керемет, дәмді, сорпа кез келген сорпамен үйлесіп кететін пәтірлердің бірі. Міне қамырдың қалыңдығын, қаттылығын деген осылай қылып жасап аламыз да, енді осыны бір 15-30 минутқа тындырып қоямыз. Мінекей, жарты сағаттан кейін қамыр тынып тұрған қамырды ортасынан 2-ге бөліп, бір бөлігін жайып аламыз. Қолымызбен бірінші осылай форма жасап алып, сосын оқтаумен жұқа етіп жайып шығамыз. Бірінші қамырды жайып алған соң бір шетке алып қоямыз, сосын екінші қамырды да дәл осылай жайып аламыз. Қамырдың жұқалығын кәдімгі мантыға жаятын секілді қылып жайып аламыз да, мінекей, бірінші қамырды, жайған қамырды бір шетке алып қойып, екінші қамырды жайып алдым. Екінші қамырды жайып алған соң осылай бетіне сары майды ертіп, бір тегіс етіп жағып шығамыз. Енді осының үстіне бағана турап алған көк пияздарымызды бір тегісте сеуіп шығамыз. Көк пияздарды сеуіп болған соң бағана бірінші жайып бір шетке алып қойған қамырды үстінен осылай бетіне жайып шығамыз да, енді осының үстіне тағы да ертілген сары майды жағып шығамыз. Енді бағанағы қалған бөлігін, көк пиязды барлығын бір тегісте сеуіп шығамыз. Міне көк пиязды сеуіп шыққан соң бір 5-10 минутқа қалдырамыз қамырды. Яғни қамырдың бетіндегі май кішкене қатуы қажет. Сол кезде біз қазір кескен кезде ешқандай қамыр жиырылмай, осындай оңай кесілетін болады. Міндетті түрде осылай қатырып алыңыздар, жұмыстарыңыз оңай болады. Міне, дәл осылай кесіп шығамыз барлығын. Енді осылай бір шетінен бірін үстіне қойып, орама секілді етіп орап шығамыз. Мінекей, дәл осылай мен 3 қамырды орадым. 3 қамырдан бір пәтір шығардым, яғни. Мінекей, 3-ші қамыр. Міне, осылай үшеуіні орап шыққан соң, осылай форма келтіріп бір шетке алып қоямыз. Сонда 3-тен ораған кезде менде 4 пәтір болып шықты. Енді өздеріңіз пісіретін табаларыңыздың размеріне қарай 2-ден, 3-ден немесе 4-ден етіп орасаңыздар болады. Міне, енді осыны мұздатқышқа бір 15-20 минутқа қалдырамыз. Формасын ұстап тұру қажет. Бір 20-30 минуттан кейін мұздатқыштан шығардым мен. Мінекей, қолмен осылай жайып алып, егер бір тегісте болмай жатса, оқтаумен тегістеп жіберсеңіздер болады. Өздеріңіздің пісіретін табаларыңыздың размеріне қарап жайыңыздар. Менде 22 сантиметр.
Енді осыған қызып тұрған табамызға аздап пісте май құйып пәтірлерімізді пісіріп алатын боламыз. Астын орташа отқа қойыңыздар, қатты болмауы қажет. Қаласаңыздар бетін жауып пісіріңіздер. Бетін жауып пісірсеңіздер тезірек пісетін болады. Мінекей. Бірінші жағы осылай пісіп шықты. Барлығын дәл осылай рет-ретімен қызартып пісіріп аламыз. Негізі бұны табаға пісіру міндетті емес, кәдімгі пешке пісіріп алсаңыздар да болады. Кез келген листке салып, пешке пісірсеңіздер де өте керемет болып шығады. Мінекей біздің пәтірлеріміз дайын, көк пиязды пәтірлер. Қараңыздар, осындай қатпарлы болып, барлығы бір тегісте әдем болып пісіп шықты. Ас болсын.